Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазұлы. Көргеніме сіздерде өте қуаныштымын. Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерменен мына көз ауруы туралы сөйлескім келіп жатыр. Көбіміздің қазіргі таңда мына компьютермен көп жұмыс жасағаннан кейін, кейбіреулерде мына соткаға көп қарағаннан кейін біздің көзіміз құрғап ауруы мүмкін. Бұны медицина терминімен синдром сухого глаза деп айтады. Және де ол ауруды менде де пайда болды. То есть мен көп компьютермен, көп соткаға қарағаннан кейін көзім құрғап, қызарып, жаңағындай өте дискомфортно болды, зрением төмендей бастады. Және қазір таңда мен қалай емдеп жатырмын, сонымен бөліскім келіп тұр. Может, осы видео керекті адамға көмектеседі. Көмегім тиеді деген үмітте істеп жатырмын. Енді жалпы көз аурулары туралы қысқаша айтып кетейін. Қазіргі таңда өте көп адамдардың көздерімен проблемдер болып жатыр. Ол зрениесі түседі. Не үшін? Өйткені олардың өттері дұрыс жұмыс жасамайды. Таңғалып отқан шығарсыздар, өтпенен зренияның қандай қатынасы бар деп. Бұл жерде қазір мен сізге түсіндіріп айтып кетейін. Біздің өтіміз, бауырымыздың астында орналасқан орган. Өтіміздің концентрация түскен уақытта, егер сіз дұрыс емес тамақтанатын болсаңыз, егер сіздің мынау оң жақ қабырға астыңыз ауыратын болса, тамақты қорыта алмайтын болсаңыз, демек сізде өтпен проблема бар деген сөз. Егер осындай симптомдар сізде болатын болса, және де сіз мынау неден кейін, тамақтан кейін изжога дейді ғой, сонда изжогалар пайда болса, значит сіз өтіңіздің концентрациясы түсіп кетті деген сөз. Ал қашан біздің өтіміздің концентрациясы түседі, сол кезде біздің организмімізге, біздің ағзамызға витаминдер сіңбей қалады. Оның ішінде витамин А бар. Білесіздер, витамин А дегеніміз осы біздің зрениямызге, біздің көруімізді жақсартатын витамин. Сол витамин жирорастворимый болып табылады. Жирорастворимый деген не? Ол маймен ерейді деген сөз. Майды не ыдыратады бізде? Дұрыс айтасыздар. Біздің өтіміз ыдыратады. Егер өтінің функциясы түскен болса, майды ыдыратпайды. Сол себепті біздің ағзамызға жаңағы витамин А сіңбейді. Жалпы өт бізде витаминде А, Д, Е, К деген Д витамин, осының бәрін біздің өтіміз, именно өтіміздің концентрациясы арқылы кишечнигімізді всасываться етіледі. Сол себепті егерде сізде өтіңізбен проблем болатын болса, мен білем, Қазақстанда 80-90% адам бәрінде өтпен проблем бар. Значит, сізде синдром сухого глаза болады. Жаңа көзіңіз құрғап жүреді, көзіңіз ауырады, түйіледі, қызарып тұратын болады. Ал енді не істейміз? Қалай осы проблемаларды шешуге болады? Мен қазір ни в коем случае диагноз қойып, кәдімгідей болды осылай деп айтпаймын, конечно. Просто ознакомительный характерда жасадым бұл видеоны. Так, мен өзімнің проблемам қалай шешіп жүрмін? Ол бірінші дәрі мынау. Бірінші дәрі осы көріп тұрғандарыңыздай. Бұл дәрі дексаметазон деп аталады. Обязательно дексаметазонның түрлері көп. Бұлардың несінде бар, жаңағы құлаққа тамызатын да бар, мұрынға да тамызатын бар. Именно осындай глазные капли деген алу керексіздер да, көзге тамызатын 0,1%. Осы дексаметазон 0,1% көзге арналған тамшылар болып табылады. Осыны біз күніне 4 рет тамызу керекпіз. Мен, по крайней мере, өзіме күніне 4 рет тамызамын. И одан да көп болуы мүмкін. Аламын, көзім тартам, астына бір капля тамызам. Именно екінші көзіме де тамызам. Бұл қандай дәрі деп сұрайтын болсаңыздар, дексаметазон деген дәрі бұл гормональды дәрі болып табылады. Сол себепті бұл дәріні 5 күн мен 10 күннің арасында қабылдау керекпіз. Одан ұзақ қабылдау болмайды. Өйткені білесіздер, гормональды дәрінің бәрі побочный эффекттері бар. Гормональды дәрі болғаннан кейін, қызарған көзіміздің барлық қызарғанын алады, басады бұл дәрі. Енді екінші дәрін көрсетейін сіздерге. Міне екінші дәрі. Көріп тұрсыздар ма? Былай істейін,
оптинол деп аталады. Так, дұрыс оқыдым ба? Аха, оптинол 0,25%-тігін аласыздар. Именно осы процентовкасын аласыздар. Оптинол 0,21%. Бұл қандай дәрі? Бұл гиалурон қышқылының основасында жасалған дәрі. Біздің мынау бөлінетін көзіміздегі жидкость бар ғой, мынау су, көзде бөлінетін сумен, жаспен, көз жасымен структурасы өте жақын, өте ұқсайды біздің өзіміздің көзіміздің структурасына жаңа бөлінетін. Сол кезде бұны тамызған кезде бұл кәдімгі натуральный слеза деп аталады. Көзімізді увлажнять етеді, көзімізді ылғалдандырып, жаңағы мына қызарғанын басуға көмектеседі. Бұны да 4 пенен 6 реттің арасында тамызасыздар. Енді тағы бір айтатын кететін зат бар. Мынау көз ауырып бастаған кезде көбінесе тобрекс болмаса антибиотиктер бар, сол антибиотиктер тамызып жатады. Бірақ антибиотиктерді тоже көп уақыт тамызуға болмайды. Мысалы 10 күн, 15 күн деп ұзақ уақыт тамызатын болсаңыздар, мына көзде бізде микрофлора деген зат бар, көздің де микрофлорасы бар. Постоянно антибиотик тамыза беретін болсаңыздар, микрофлорасы бұзылған кезде неше түрлі көздеріңізбен проблемалар шығуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде егер көзіңізбен проблема болған болса, обязательно врачқа барыңыз. Мынандай ситуациялар бар да бізде, пациенттер ой көзім ауырды дейді да, осындай видеоларды қарап неше түрлі заттар тамызып жүреді, ақшаларын құртып. Қызарғандар басылмайды кейбір адамдардікі. Не үшін мен мынаны дәріні қолдандым, мынаны дәріні қолдандым, кетпей қойды деп жатады. Кейін врачтарға барған кезде врачтар мынау глаукомаға, көздің давление ағысына аппаратпен тексерген кезде оларда конъюнктивитті емес, синдром сухого глазда емес, глаукома болып шығады. Глаукома деген жаңағы повышение внутреннего давления глаза деп айтады. Но біздің көзіміздің ішіндегі давлениясы көбейіп кеткеннен кейін қызарып тұратын болады постоянно ше. Болмаса кейбір адамдарда мынау шейный позвоночниктарында защемление болады. Ол көбінесе мынау шейный остеохондроз кездерінде болады. Қан дұрыс бармағаннан кейін көзге әсер етеді, көздері қызарып кетеді. Қорытынды ретінде не айтамын? Ознакомительный характерда бұл видео. Егер проблема болды ма, 5 күн мен 10 күн арасында дексаметазон, кейін оптинол тамызасыздар. Бағалары где-то оптинол 4750-ге алдым, мынаны 250 теңгеге алдым. Қатты қымбат емес, қатты арзан емес, средний баға. Егер жаңа мен айтып кеттім, өтпен проблема болған болса, мен өт туралы видео түсіргем, соны өтіп көріңіз. Мынау жоғары жағында ссылка шығады бүйтіп. Сол ссылкаға бассаңыз, сол видеоға өтіп, өтті қалай сұйылтуға болады, қалай емдеуге болады деген видеолар бар, соларды қараңыз. Егер сізге осы видео қызық болған болса, обязательно каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Мен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы, сау болыңыз.